Дағдарыс кезеңіндегі даму. Елімізде тұрғын үй құрылысы қарқын алады. 15 жылда 1,5 миллион пәтер салынбақ. Бұл елбасы тапсырмасына сәйкес қолға алынған ауқымды жоспар. Несиеге берілетін баспаналарды сатып алу үшін бірыңғай оператор ретінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және Қазақстан ипотекалық компаниясының еншілес ұйымдары мен Бәйтерек холдингін белгілеу ұсынылды. Биыл ақпан айында сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді сату жұмыстары басталып кетті. Бұл мақсатқа 2016 жылға 53 миллиард теңге бөлінген. Ал 2 жылдан кейін кредиттік тұрғын үй құрылысын дамыту жоспарда. Оған Самұрық-қазына әл-ауқат қоры 97 миллиард теңге бөлу көздеген. Атқарушы билік сондай-ақ индустрияландыру және кәсіпкерлікті қолдау бағытын жетілдіруді қолға алды. Шағын және орта бизнесті несиелендірудің тиімді жолдарын ұсынды. Үкімет қандай жаңашылдықтарды енгізбек? Бағдат Бектұрғанқызының шолуы. Индустриялық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бірнеше қордың ақшасын жұмсау көзделіп отыр. Ұлттық экономика министрлігі ұсынған бұл тәсіл бұған дейін қолданылған кәсіпкерлікті қолдау шараларына. Мәселен, ұлттық қордың және Бәйтерек холдингінің өз ақшасы мен өзге де қаржы құрылымдарының есебінен бірлесіп қорландыру енгізілген. 2016 жылы 220 миллиард теңгеден астам сома бірнеше жобаны жүзеге асыруға бөлінген. Ал 187 миллиард теңге экспорттаушыларды қолдау мақсатына жұмсалды. В рамках дополнительных антикризисных мер биыл дағдарысқа қарсы қосымша шаралар енгізілді. Шағын және орта бизнестің айналым капиталына және қарыздарды қайта қаржыландыруын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есебінен қорландыру көзделген. Бірінші маусымдағы көрсеткіш бойынша 1353 бизнес жобасына 260 миллиард теңгеден астам ақша жұмсалды. Бұл 260 миллиард теңгенің қайтарымы ел экономикасының табысын еселей түседі. Бағамдап көрсек, 761 миллиард теңгенің өнімін шығаруға, 16 мыңға жуық жұмыс орындарын құруға сеп болады. Ал бюджетке 67 миллиард теңгеге жуық қаржы түседі. Осы тұста тек бизнестің жол картасы 2020 бірыңғай бағдарламасының экономикаға пайдасына тоқтала кетейін. Орта есеппен мемлекет тарапынан жұмсалған 1 теңге бюджетке 1,5 теңге салық түрінде қайтарылуда. Бір ғана кәсіпкер 20 адамға жұмыс тауып беріп отыр. Ал еңбек өнімділігі 9 миллион теңгеге жеткен. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, шағын несиелендіру бағыттары көбіне бір-бірін қайталайды. Әрі ауыл мен қаладағы бизнестің қайсысын қаржыландыру тиімдірек екендігі дер кезінде айқындалып отырмайды. Сондықтан бірыңғай оператор қызметін енгізу керек. Ауылдағы бизнесті өркендету үшін шаруа қожалықтарын кооперативтерге шоғырландыру жоспарда. Для того, чтобы запустить массовый предпринимательство, жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін қалаларда шағын несие беру көлемін арттыру қажет. Жыл сайын 50 миллиард теңгеге дейін көбейту мүмкіндігін қарастыруымыз керек. Оған қоса, кепілдендіру мақсатында 8 миллиард теңге бөлуді ұсынамын. Бұл жас іскер азаматтардың 10 мыңнан астам жобасын қолдауға жол ашады. Бизнес жобалардың көбі қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан орта жолда қалып қояды. Биліктегілер бұл мәселені шешудің екі жолын ұсынып отыр. Біріншісі, инфрақұрылымдық шығынды бизнес жобаның ауқымында қарастыру, немесе өңірлерде көптеп құрылып жатқан индустриялық аймақтарға шоғырлану. Ал кәсіп ашып бизнесін өркендеткісі келетіндердің тұрғын үй құрылысына қарай бағыт алған дұрыс. Себебі елбасы тапсырмасымен алдағы 15 жылда 1,5 миллион пәтер салу жоспарда. Олар сатып алу құқығынсыз әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға жалға беріледі. Тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің тетіктері арқылы үлестіріледі. Және бұл баспаналарды беруде еңбек миграциясын қамту басты назарға алынады.